Серік Бағлан Дарханұлы, Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, номер 15 орта мектептің информатика пән мұғалімі. Қазіргі таңда заман талабына сай білім беру үдерісінде цифрлық ресурстардың маңызы артып келе жатқаны белгілі. Осыған орай мен өз тәжірибемде TopIQ электрондық оқу платформасын жүйелі түрде пайдаланып келемін. Аталған платформа оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың оқу нәтижелерін нақты бақылауға мүмкіндік береді. Әсіресе бастауыш сыныптағы цифрлық сауаттылық пәнінде бұл құралдың тиімділігі ерекше байқалды. Енді осы тәжірибемен толығырақ бөлісіп өтейін. TopIQ платформасын өз сабақтарымда қолдана бастағаныма 1 жылдан асты. Алғашқы күннен ақ бұл электрондық оқулықтардың құрылымы мен мазмұны оқушылардың қызығушылығын арттырды. Әсіресе анимациялар мен бейнематериалдармен толықтырылған тапсырмалар балаларға өте ұнайды. Олар сабақ барысында белсенді қатысып, тапсырмаларды дербес орындауға дағдылана бастады. TopIQ-дің басты артықшылығы интерактивтілік пен дербестік. TopIQ платформасын қолдану барысында мен оқу процесін тиімді ұйымдастырудың жаңа жолдарын таптым. Мысалы, үй тапсырмаларын платформа арқылы беріп, автоматты түрде тексеру мүмкіндігі уақытымды үнемдеуге көмектесті. Сонымен қатар, оқушылардың әрқайсысының жетістігін онлайн түрде бақылап, дер кезінде қосымша қолдау көрсетуге мүмкіндік алдым. Сабақ барысында бір тақырыпты әртүрлі форматта мәтін, видео, интерактивті тапсырма арқылы беру оқушылардың тақырыпты терең әрі тез меңгеруіне әсер етеді. Мұғалім ретіндегі менің рөлім бағыт-бағдар беру, ал білімді игеру процесі оқушының өз қолында болады. Бұл заманауи білім берудің басты қағидасы. 2024-25 оқу жылында 3-ші сынып оқушыларымен жүргізілген зерттеу нәтижелері TopIQ платформасының тиімділігін айқын көрсетті. Цифрлық сауаттылық пәнінде оқушылар ақпаратты іздеу, қауіпсіз интернетті қолдану және базалық бағдарламалау дағдыларын меңгерді. TopIQ платформасы арқылы өткен сабақтарда 1-ші тоқсанда оқушылардың орташа жетістік деңгейі 62% болса, 3-ші тоқсаннан кейін бұл көрсеткіш 85%-ға дейін өсті. Бұл 23%-дық өсімді көрсетті. Сонымен қатар, оқу жылы барысында әр оқушы орта есеппен айына 30 тапсырма орындады. Күніне 45 минут цифрлық тапсырмалар орындау белсенділігі тіркелді. Scratch бағдарламаларының бастауыш деңгейінде 85% оқушы шағын анимациялы жоба жасап қорғай алды. TopIQ платформасы оқу процесін қызықты әрі қолжетімді етіп, балалардың цифрлық дағдыларын сенімді түрде дамытуға мүмкіндік берді. Қазіргі таңда білім беру үдерісінде цифрлық ресурстардың рөлі артып келеді. Мен өз тәжірибемде TopIQ электрондық оқу платформасын белсенді түрде қолданамын. Әсіресе 3-ші сыныптағы цифрлық сауаттылық пәнінде бұл платформа оқушылардың қызығушылығын арттырып, оқу белсенділігін күшейтті. TopIQ тапсырмалары визуалды, интерактивті және оқушы деңгейіне сай бейімделген. Мұғалім ретінде мен оқушылардың жетістігін бақылап, нақты деректер арқылы кері байланыс беріп отырамын. Бұл сапалы білімнің кепілі. Мен Жұмажанова Динара Бақытжановна, ағылшын тіл пәні мұғалімі. TopIQ оқулықтарының мазмұны жаңартылған бағдарламаға толықтай сай. Әр тараудың соңындағы өзін-өзі тексеру тапсырмалары оқушылардың білімін нақты бағалауға көмектеседі. Мен Құмарбаева Әсел Асқарқызы, қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі. Сабақ үстінде оқушылардың назарын аудару қиын емес, өйткені TopIQ материалдар көрнекі әрі қызықты. Мен сабақты оңай жоспарлап, әр баланың деңгейін ескеріп жұмыс істей аламын. Мен 3-ші сынып оқушысы Қанибек Мырзахмет. TopIQ-да тапсырмалар ойын секілді қателестен басынан бастауға болады. Ол мені қорықпай жасауға үйренуге үйретті. Мені қызықтыратыны бейнебөліктердің көмектеседі. Әсіресе информатика сабағында. Кітаптан гөрі тезірек түсін. TopIQ тапсырмалары ойын сияқты. Бір қателік жіберсем, қайта орындауға болады. Бұл мені қорықпай үйренуге үйретті. Сәлеметсіздер ме? Бұрын-соңды балам сабақ оқуға ынтасы болмаушы еді. Ал қазір планшетін алып өз бетінше берілген тапсырманы орындап отырады. Менің ойымша, бұл платформа цифрлық ұрпаққа арналған оңтайлы шешім деп ойлаймын.
Мен Сейсекбаев Олжас, номер 15 орта мектептің 4 Г сынып оқушысы Ерболат Ерсұлтанның әкесімін. Топ IQ арқылы біз ата-аналар баламыздың оқу жетістігін қарап, оған қалай көмек көрсету керек екендігін түсінеміз. Платформада бәрі айқын әрі түсінікті. Сабақтан кейін баламыз қандай тапсырма орындағанын қарап, бірге талдаймыз. Бұл жүйе арқылы бала мен ата-ана арасындағы оқу байланысын нығайтуға мүмкіндік береді.